Привет бәріне. Қазір қар жауып тұр, керемет. Көптен бері қар жауған жоқ еді негізі. Қала деген сап-салқын, қар деген өте аз, сондай болып тұр еді. Аспан деген қап-қараңғы, ақаз аспан жап-жарық күшті. Қар жауып тұр. Уже 3-ші күн подряд па. Осы енді алдағы уақытта енді қар жауатын болады. Негізі өзім қазақша сөйлеп как-то үйренбеген біртүрлі. Осындай не түсіргенде всегда орысша сөйлеймін ғой, потому что орысшамен как-то чувство легче описывать. Но жалпы өзім қазақша отбасынанмын, қазақша мектеп оқығанмын. Сонда как неестественно. Потому что қарайтын контенттің бәрі орысша тілде. Ладно, мен бүгінгі обсуждать ететін темам бұл. Бүгінгі мен музейге барғаным. Музей енді туристический уклонмен. Мен өзім туризм мамандығын таңдағасын. И маған ұнағаны анда ішінде жұмыс істейтін экскурсовод апайлар айтады, что біз деген мысалы басқа мұғалімдер сияқты ұстаздар күндерінде немесе туризм күнінде кафеге барудың орнына экспедиция жасаймыз дейді басқа қалаларға, облыстарға. Облысты білмеймін, енді қалаларға, наверное. И сол маған ұнады. Я тоже так хочу как-то, потому что активный не ғой ол, деятельность ғой, чем отырғаннан гөрі. Но кафеге тоже барып тұру тоже жақсы. Но жаңағыдай әдемі жерлерді көру, бір жерлердің тарихын түсіну, мысалы киелі жерлерді көру деген сияқты жақсы ғой негізі. Еще экскурсовод апайлар тек қана өздері бармайды, сол ішінде, музейдің ішінде жұмыс істейтін жұмысшылардың бәрін алып кетеді екен автобуспен. Интересно, правда? Сосын маған ұнағаны анда бір қазақ жігіт, по-моему, осы Оралдікі ма, білмеймін әйтеуір. Мен андай көп мәлімет негізін істемегенмін. Апайдың өзі де анда экскурсовод апай көп мәлімет айтқан жоқ. Айтты, студент болғасын сендерді жалықтырғым келмейді деп. И там тарихқа ондай үңілген жоқ. Қысқаша бәрін айтып кетті. Адамдардың есімдері көп болды, олар жаттаған жоқпын енді. И в общем, сол жаңағы жігіт, оказывается, білмеймін, ағай 6 ма 9 ба тауға, кажется, Қазақстан жалауын іліп, сонда, короче, биік нүктелеріне жетіп сондай сапарлар жасаған. Вот сол маған ұнады. И я тоже хочу попробовать так. И хочу сноуборд тоже попробовать. Маған ұнады музейге барған. Өзім жалпы активный вид никогда немен айналыспағанмын, негізі спортпен, но өзім қызығып бастап жатырмын. И мне кажется, что вообще қыздар ондай нәрсемен көп қызықпайды, поэтому бүгін, короче, мен музейге келгенде, музей табу, кстати, өте қиын болды. Музейге кіріп келе жатқанда анда сыртта толып тұрды балдар. Ішінде қыз болмаған сияқты, кажется. И олардың бәрі, по-моему, лыжи ұстап тұрды. Ну, в общем, мен сондайға қатысайын десем, білмеймін, как-то мне будет как-то стрёмно среди парней, если я там буду. Ну, короче, потом посмотрим. Пока я не знаю, я не хочу пока. Маған жалпы бұл музейдегі экскурсоводтардың мәліметтерді, ақпараттарды жеткізгені маған қатты ұнады. Себебі олар андай воодушевлениемен прям сөйтіп ұнатып өздері жасайтын жұмыстар екен прям уже көрініп тұр. Археология, мысалы, тарих деген жағынан тоже маған қызық негізі. Сол жағынан да тоже как-то хочется тоже өзім жорықпа экспедицияма, как называется, экспедицияға барып, там жерлерді қазып бірдеңе тауып. Сосын олар айтады, что Москваға барып, ана соғысқан адамдардың сүйектері, оқтары, там самолеттің остаткасы, соның бәрі табылған екен. Сондағы бірдеңелер. Сол ата-бабамыз соғысқан жерлерді көріп қайтқан. Өз көзіммен көрген болды дейді, короче, сөйтіп сондай бірдеңе айтты. И олар, оказывается, андай не жасап қойған екен. План андай. Парк па қалай айтады? Парк емес. Турбаза, үлкен турбаза для детей, короче, андай лагерьде бірдеңе отдыхать етуге. Киіз үйлер тұр екен, ішінде үйлер ма, бірдеңелер, беседкалер ма, ішінде су бар, нелер бар тағы. Андай аркілер ма, бірдеңелер тұр ішінде, кішкентай не жасаған ғой. Кішкентай сол жердің несін, картасын, андай прям заттар прям ұсталатындай. Бәрі предмет ретінде өздері қолмен істеген. Жасыл жер, көк су, бәрі сөйтіп қойған. Маған ұнады музей.
А что мне захотелось там попутешествовать, там поисследовать что-то, заняться активным видом спорта. Там надо и лыжи, сноуборд, скалолазание, горный туризм, велосипед туризм. А еще мне понравилось то, что они велосипедпен вроде Астанаға барған 19 күннің ішінде жеткен екен, оказывается. Интересный факт, кстати, я тоже так хочу. Әрқашанда жүректеріңізде болсын жаз. Сіздермен болған Гүлназ.